Қалайсың, қолың жарақаттанған ба? Крокодилдің тісін тазаладың ба, әлде қолың денен асты қаққан ба? Сол баяғы түрлі, сол баяғы қалжыңда қолыңа не болғанын білмеймін. Қалай білмеймін? Жұқпалы емес шығар, бүгін әлі диктант жазуымыз керек. Диктант демекші әлі қайда? Соңғасында отырып бесағанмын. Естімедің ба не? Жоқ, не болды? Ол келе жатыр ғой. Қандай күлкілі. Сонымен қолыңа не болды? Қолым қозғалады, бәрі жақсы. Мәссаған, қайнап жатқан майға қолыңды батырған сияқтысың. Ауырмай ма? Қышымай ма? Не бұл? Қолыңды күйдіріп алған жоқ бедің? Жоқ, бәрі жақсы. Жай таңертең тұрсаң осындай қызыл. Қалайсыңдар жігіттер? Мәссаған қолына не болған қып-қызыл? Прикинь, мен де дәл солай айттым. Шын ба? Қолыма не болғанын білмеймін. Ауырмайды да, қышымайды да. Мүмкін аллергия шығар. Кеше не жеп едің? Аллергия жаман нәрсе, менде арақске аллергия. Байқаусызда жеп қойсам тілім ісіп кетеді. Аллергия болуы мүмкін емес, кеше не жеуі мүмкін? Жоға, ешіне артық жеген емеспін. Сорпа және шай, компьютер күнделікті жеп жүрген. Қызық болды, күйгенге ұқсамайды. Сен біреу істеп алған шығар, мысалы жылан, өлмекші, тағы басқа. Үйде қайдан жылан болсын, бірақ өлмекші. Математикадан қол жабдамды Шерханға қалдырамын. Өйткені ол ақылды, өзі шешер. Бекаға ойын дисктарым, комикстер жинағын Алиге, компьютерімді ініме, анама бөлме гүлдерін, әкеме маркаларымның жинағын. Алып көме ештене, өйткені ол ақымақ, нема маған тисе береді. Қойшы қайда жоқты айтпай, өлмекші шақса, сезетін мен мұны? Дұрыс, байқамау мүмкін емес. Сен қайдан білесің? Сен әлі ешнәрсе шаққан жоқ қой. Теледидардан көрдім, сондықтан шаққанды санамаймыз. Өлмекші адам сияқты бұлай істеші, сосын көреміз. Жоқ, болмайды. Онда өлмекшінің варианттан алып тастаймыз. Ал кім қалай жазды? Диктант қиын емес болды. Опанай, деннің қолын ойлап отырып, қалыпты деген сөзді қызыл деп жазып қойғаның ғана болмаса? Ой, сен не бір қайдағы жоқты жаз. Ал мен Азизадан көшіріп алдым. Тоқта сен, сыныптағы үздік оқитын емессің бе? Азизаның арқасында мен оған шоколад, ол маған диктант. Соңғыра сенен көшіріп едім. Мен сен сияқты жазып бес алдым, онда бәрі жақсы. Сәлем бәріне. Сәлем. Сәлем. Әли, шоколадты күтіп тұрмын. Сосын алып берсем бола ма? Жоқ, қазір. Жігіттер, мен дүкенге тезірек барып келейін. Тек тезірек. Өте Азиза, кеттік. Орағаннан қолым телек күтті. Енді шеш таса. Шынымен шешіп тастайыншы. Ол қолына не болды? Не болыпты? Қайда күйдіргенсің? Күйдірген жоқпын. Колбаса сияқты қызыл қой. О, Азиза, оның қолына не болған қарашы? Менің тәбетім қашып кетті, шоколадты сосын жермін. Күйдірген жоқпын деймін. Білмеймін не болғанын. Саған ауруханаға бару керек, мүмкін ол жұқпалы шығар. Ертең сосын сен үшін бәріміз осылай жүрмесек болды. Жұқпалы емес деймін. Ендеше не болды? Сендерге қанша рет айта беруге болады? Азиза, кеттік, басқаларға айтайық. Қолымды қайтадан байлағаның дұрыс болар. Шынымен, бәрібір ешкім сенбейді. Азиза айтса сенеді. Сонымен қолыма не болған? Түсіндім, химиялық күйік шығар. Сонда кір жуатын ұнтақ па? Сенің де айтпайтын жоқ екен. Мысалы, кір жуғыш ұнтақ, немесе ыдыс-аяқ жуатын, немесе тағы да басқа сұйықтықтар оның қолына тиді. Және де ол сезбей, содан оның қолына қызарып шықты. Сендердің фантазияларың қызық екен. Бұл химиялық күйік емес. Дәрігерге баруды ойламадың ба? Дұрыс айтасың, ауруханаға барса саған нақты-нақтыларын айтып береді. Қорқамын, анам біліп қойса оңдырмайды. Кішкене күте тұрайық, мүмкін есіме түсіп қалар. Жігіттер, мен данышпанмын, бұның не екенін білем. Күнге аллергия, қышымайды, ауырмайды. Күнге шықсан бабақ қызарып кетеді. Не деген сандырақ? Дайынсың ба қыдыруға? Көп қыдырмаймыз, әйтпесе еріп кетеді. Немесе мүлдем жоқ болып кетеді.
Вампир сияқты ма? Қайдағы вампир, одан да жаман, солға сапсы сияқты. Қара қызыл және желкенішті испен. Сендердің фантазияларының бірінен соң бірі асып түседі. Сендерден ақыл сұрауға ниетім қалмады. Сендер ертең ешкімге көрмей қойыңдар. Мен бәріне айтып шықтым. Бәрі сендерге қарсы. Алихан, қазір сен кетпесең, ден сені қып-қызыл қолмен бір салады. Жарайды, мен кетейін. Мен білемін тағам не болғанын. Тағам паразиттер болды. Не? Паразиттер деймін. Папа, не? Аузындағын жаушы. Паразиттер болды деймін. Менде ешқандай паразиттер жоқ. Шер дұрыс айтады. Қандай болса да жей бересің, не болса да жұта бересің. Дән, жұтқыш. Во, сен жиі тамақтанасың, түнде тамақтанасың ба? Анда-санда балық. Ал қалай, қарындарың тойды ма? Қарындарын ашқан қыматтыларын қазір тамақтандырам. Тәбетің құрып кетті. Тәбетің құрып кетті ма? Демек паразиттер емес. Егер болса, тәбетің құрмас еді, басқа нәрсе. Оған не болды? Оған ешкім сенбейді. Жарайды, жүріңдер кеттік. Қысқасы бұның созбай маманы айтып, ауруханаға тарт. Ең бастысы қол демдеп алу. Әйтпесе компьютер ойындарды қалай ойнаймыз? Дұрыс, өзіне барған жақсы. Қорқамын, қорқақ емеспін. Бірақ сәл қорқынышты. Мүмкін менімен барасыңдар. Ауруханаға ма? Неге бармасқа? Жоқ, менің мамама. Қатырасың, сен де. Мамасынан қорқады, жарайды, кеттік. Сәлем. Сәлеметсіз, Сәлеппе. Саламатса. Сәлеметсіңдер ме, балдар? Мектепте оқуларың қалай? Болады. Диктант жаздық. Абай Құнанбайұлы туралы. Жарайсыңдар. Ондай болса, тамақ та дайын боп қалды. Саған бір нәрсе көрсетейін деп едім. Сәлем оқымыстылар. Сәлем. Өзің сондай. Ал, қандай әңгімең бар? Бізге ауруханаға бару керек. Қатырасыңдар. Мен де сенің келгеніңді күтіп отыр едім. Достарың болған соң үндемеп едім. Өзің бастаған соң айтайын. Не туралы? Демек, мынаның қайда болғанын білмейсің бе? Кеше сен реферат жазып отырғансың, қызыл маркермен белгілеп. Сонда мен маркермен ұйықтап қалғанмын ба? Сен бұл маркермен төсегіңді де құрттың. Оған қоса жастығыңды лақтыруға тура келді. Не деген ақмақсың, біз сен ойында жүрсек, ал сен? Басымызды қатырып, не деген ауру деп жүрсек, ал сен маркермен ұйықтап қалыпсың. Дән, сен шынымен қызықсың, бетімен ұйықтамақта жақсы болды. Дән сияқты әлі адам табу керек. Ең қызығы ертең дірім таза қолмен жүреді, Алихан таңғалады. Иә, дұрыс. Лайв сериалда кепілді рөлі болып табылады. Планетаның қай нүктесінен және жасы маңызды емес. KZTV-мен бірге үйден шықпай жаңа кино жұлдыз болыңыз.